Қайырлы кеш, құрметті қадірменді қауым, оқушылар, ата-аналар, мектеп ұстаздары. Бүгінгі эфирді мына бір өлең жолдарымен бастағым келіп отыр. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Қазақтың бір туар ұлдарының бірі, данышпан ақын, ойшыл дана ғұламасы, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғасы, композитор, философ Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған қазақ әндері жобасының кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгінгі тікелей эфирге жауапты Баянауыл шаңырағы. Ал бүгінгі қонағымыз жергілікті сазгер, композитор, бүкілодақтық халықтар достығының байқауының лауреаты, республикалық әншілер байқауының дипломанты Оразбеков Қайырбек. Олай болса, кезек күттірмей Баянауыл шаңырағының оқушыларына қазір сөз кезегін берейік. Бізде тікелей эфирде Дилмұродова Малика, 7-ші D сынып оқушысы. Малика, қош келдің қазақ жобасына, қазақ әндері жобасына. Көңіл күйің қалай? Жақсы, өзіңіз? Даусыңды? Жақсы. Ал енді сен тікелей эфирде? Және мен бүгін сізге Абай туралы мәлімет айтам. Абай Құнанбаев ақын ағартушы, жазба қазақ әдебиетін, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы. Ұлы ақын ағартушы Абай музыка саласында өшпес мұра қалдырды. Ол өзінің асыл өлеңдері қара сөзден қағазға түсіріп, кейінгі ұрпаққа жазып қалдырса, музыкалық жөнінде оның мұндай мүмкіншілігі болмады. Өйткені Абай өмір сүрген кезінде қазақта музыканы жазба мәдениеті жоқ еді. Сондықтан Абай әндерде қазақта басқа халық ән күйлері сияқты ауыздан ауызға, заманнан заманға ауыса отырып кез жетті. Музыка саласында жазба мәдениеті болмауына қарамастан, Абай әндерін бізге толы жеткен себебі жүректен шыққан ән жүректерге жетті. Халық санасынан өшпес орын алды деп ойлаймын. Жақсы, Малика. Яғни сол заманда, сол кезде нота сауаттылығы болмаған екен де, ауыз әдебиеті арқылы кейбір әндері бізге кішкене өзгертіліп жеткен екен. Иә, жүректен шыққаннан жүректерге жетеді. Тамаша, Малика. Сен өзің Абайдың атамыздың қандай әндерін білесің? Мен көзімнің қарасы, желсіз түнде жарық ай, айтып сәлем қалың қас, сондай әндер білемін. Жақсы. Бүгінгі сенің, Малика, тікелей эфирге дайындығың өте жақсы екені көрініп тұр. Сенің жүргізушілік қабілетің де бар көрінеді, е? Мектепте қандай үйірмелерге қатысасың? Школа ведущих. Көрініп тұр, жақсы. Қазақ тілінде өте жақсы екені байқалып тұр. Өзіңмен тағы да қазақ әндері жобасында кездескенше сау бола ғой деймін. Рахмет саған. Жақсы. Енді бізде келесі кезекте Дамили оқушымызды мен қазір қосуға тырысайын. Дамили Жуасова, 8-ші сынып оқушысы. Сіздерде естеріңізде бар болса, Дамили біздің қазақ әндері жобасына бүгін 2-ші мәрте қатысайын деп отыр. Солай ғой, е? Өткен жолы Дамили бізге қазақтың халық әнін, бір баланы тамаша орындап берген болатын. Ал бүгін қандай ән орындамақсың, Дамили? Сәлем қалың қас. Жақсы, онда құлағымыз сенде. Орындай ғой.
Өте жақсы, Дамели, тамаша. Бұл әнді барлықтарың білетіндей, өзіңнің сыныптасың Рамазанов Әміре халықаралық әншілер байқауында тамаша шебер орындап, бірінші орынды жеңіп алған болатын. Иә, енді сенің орның айтуыңда кішкене өзгеше, өзің интерпретация жасап, өзің өзгеше орындадың. Өте жақсы, Дамели. Абайдың нағыз махаббат тақырыбына арналған керемет туындысын фортепиано аспабында сүйемелдеп орындап бердің. Қанатың талмасын демекпін. Ары қарай өнеріңді ұштай бер, Дамели. Айтарың бар ма басқа? Жоқ. Жоқ, сау бола қойыңдар. Сәттілік саған. Сәттілік. Жақсы. Енді бізде келесі кезекте жаңағы Әміре бектіміз ғой. Әміре Рамазанов. 8-ші сыныбынан Әміре өте дарынды біздің оқушы, мектебіміздің жұлдызы. 2020 жылғы мамыр айында өткен халықаралық фантастик талант әншілер байқауында Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» әнін шебер орындап, бірінші орынды жеңіп алған. Айтқанымдай, сонымен қатар «Лучшее соло весны» 2020 номинацияның иегері. Бүгін Әміре өзінің әкесі Дулат Рамазанұлымен бірге. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, Гаухар Қанапияновна. Біз бүгін қазақ әндері жобасында Данышпан Абайдың «Көзімнің қарасы» әннің орындап берейік. Алдымен әннің шығу тарихымен таныстырып өтейін. Творчество Абая Кунанбаева оказало огромное прогрессивное влияние на развитие литературы и музыкального искусства казахского народа. В 1890-91 годах Абай Кунанбаев сочиняет мелодию к ряду своих стихов, преимущественно лирических. Абай не знал нотной грамоты, его мелодии шли от сердца, поэтому песни композитора отличаются особой лиричностью, простотой и доступностью в исполнении. Особую популярность и любовь завоевала замечательная лирическая любовная песня «Көзімнің қарасы». Широкая и печальная мелодия с большой выразительностью передает взволнованные чувства человека, мучительно ищущего самые прекрасные слова, которыми он мог бы достойно воспеть любимую. Я считаю, что песни Абая Кунанбаева являются народным достоянием, душой казахского народа. Искренние, задушевные. Они живут до сих пор. Өте жақсы, Әміре, керемет айттың. Ал енді осы «Көзімнің қарасы» әнін Дулат сіздің аккомпанементіңізбен тыңдап көрсек. Әнге кезек берейік. Қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демес сендей бір адамның баласы. Бар демес сендей
bir adamdan babası. Керемет тамаша. Ұлы Абайдың көзімнің қарасын білмейтін қазақ кемде кем шығар. Еңбектеген баладан үлкейген қарияға дейін ыңылдап жүріп айтатын әні ғой. Негізгі Абай танушылар негізі бұл көзімнің қарасы әні әлі толығымен зерттеліп болмаған ән деседі. 22 шумақтан тұратын ән бұл өзінің ұлы Әбдірахманға арналған деген пікірлер қалыптасқан екен. Көзінің қарасы деп өзі адам өзінің өз баласын көзінің қарашығындай көрген перзентіне деген сүйіспеншілігі деседі. Жәнегі Мұхтар Әуезовтің өзі айтады ғой, Абай деген ұлы мұхит қой дейді. Мен Абайдан тек шөміштеп қана алдым деп, данамыздың ұлылығын бір-ақ ауыз сөзбен айтқан екен. Демек, әлі де зерттелмеген әндері көп, көзімнің қарасы әнін зерттеуге болады екен. Я, Әміре, саған үлкен шығармашылық табыс, әнді керемет тамаша орындадың. Керемет тамаша аккомпанемент болды. Нағыз таза дауыс. Өнерде де оқуда да сенің биік белестерді бағындыра бер. Үнемі шығармашылық ізденісте жүретін және де Әміренің әкесі Дулат Рамазанұлы, сізге де рахмет, алғысымыз шексіз. Деніңіз сау болып, Әміренің жеңісті күнін бірге тамашалайық. Бір айта кететін, Гаухар Қанафия-қызы, қазақ әндері жобасына мыңда бір алғысымызды білгізгіміз келеді Рамазановтар әулетінің атынан. Және Абай атамыз айтқандай, өнер бұлақ, өнер шырақ деген сияқты, өнердеріңіз үстем болсын, білімдеріңіз шырақты, жарқын болсын. Осындай қазақ әндері жобасын өткізіп отырып, бүкіл халқыма, қазағыма, еліме данышпан етіп, ескі көне әндердің бәрін ұмыттырмай, қайтадан рухани жаңғырту деген жаңғырып отырғандарыңызға мыңда бір рахмет, алғысымызды айтамыз. Рахмет сізге. Өзіңізге де көп рахмет. Сәттілік сіздерге, сау болыңыздар. Жақсы, өте жақсы айтты. Әміренің әкесі Дулатұлы, ол кісі де және өнер жолын туған, үнемі ізденісте жүретін адам. Өнерге жақын адам десемде болады. Әміренің бірге соны демек жүретін адам. Қазір енді келесі біздің қонағымыз республикалық байқаулардың дипломанты, халықаралық фестивальдің лауреаты, Күршім ауданының тумасы, Күршім сулары деп елде қалған әннің авторлық әнмен танымал болған Оразбеков Қайырбек аға бізге қосылып отыр. Жақсы, Қайырбек аға, сізді көруге қуаныштымыз. Қазақ әндері жобасына қош келдіңіз. Рахмет. Рахмет. Қайырбек аға. Осындай қазақтың әнін ташпауын көтеріп жатқандарыңа үлкен рахмет. Қазақ әні өлмесін, қанаты талмасын, ғұмыр ұзақ болсын. Рахмет. Қайырбек аға, біз сізді қазақ әндерін сүйіп орындайтын облысымызға танымал әнші, сазгер ретінде жақсы білеміз. Және де бізде мектебімізде өтетін әртүрлі мерекелік шараларға ат салысып, өнеріңізді көрсетіп жүрсіз. 2019 жылы орталық мәдениет үйінде өткен жеке концертіңізді тамашаладық. Өте керемет өтті. Қазіргі уақытта немен айналысып жүрсіз? Жалпы қандай алға қойған мақсаттарыңыз бар? Әлі де сол өнерді жалғастырып жатырмыз. Шығармашылық ізденістер бар, жаңа әндер туып жатыр. Өте жақсы. Керемет. Алда мақсат бар, ой бар. Жеке әндерімнен дискі шығарсам ба деген өзім оқушыларым орындайды. Өте жақсы. Республиканың белгілі әншілері де орындайды. Сенбек Жұмағалиев, Мұрат Тоқашбаев деген азаматтар орындап жатыр. Жуықта өзіңіздің кітабыңызда шықты ғой деймін, иә? Иә, жуықта өмірім, өнерім деген кітабым шықты. Әндер жинағы. Әндер жинағы. Сол
Сондай. Жақсы. Я, керемет. Олай болса, Қайырбек аға, бүгінгі тақырып Абай және оның әндері. Кемеңгер Абай Құнанбаевтың әні «Сегіз аяқты» өзіңіздің орындауыңызда тамашаласақ. Көрейік қайт. Aslan zirve, kulaşlı terve, şalımda koyun jayılgan, kıyadan şalı, kıyısının tavu, tabanı dedey kayırgan, tolgağı 90 kızıl tel, söyleymin desen özüm. Ötkündüğümüzü zay, kestelenmesin, örneğin senden sağlanmaz. Bilgenge varsan, bilmezge harsan, nadanlar bakır alalmaz. Ama bekir menşa, köylsüz sıla uygular. Basında menşa, özünde olmuşum. Kürküşül kerden adamlar, köp aytsa öldü, jürt aytsa oldu. Dedim adamlar, oyda hayran, oyda köz, dalmadan son aytmaz. Тамаша орындау Қайырбек аға. Сегіз аяғанын нақышына келтіріп орындап бердіңіз. Өте керемет, тамаша. Менде бір мынандай сұрақ туындады. Неге сегіз аяқ деп аталады әннің аты деп? Сол сұрақтың жауабын өзім іздеп таптым. Сосын сізге айта кетейін деп, осы оқушыларға да осы әннің шығу тарихы жайында. Сегіз аяқ демегі 8 жолдан қайырылған шумақтар екен. Яғни бұл әннің мазмұнына келетін болсақ, үлкен мағына жатыр. Сол кездегі қоғамның шындықтарын және өз басындағы мұңын Абай шебер жеткізе білген екен. Яғни еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей демекші, жеке адам үшін, халық үшін де ең қажетті, яғни ол еңбек екен айтылады екен. Жақсы, ендеше Қайырбек аға, өзіңізбен жүздесіп отырмыз, міне өзіңіздің жүрек жарды әніңізді бізге сыйға тартсаңыз жұп болсын деп сұрап отырмыз. Bakan soldan körüşüne, hoşlananda aktarmadı kene sarı. Bağlıyor bombaslarına sarı. Şurancıdan ıranayla korşunu, Kürşünün sonundan meraldan almaz bilgi dalandan, Çağında gütküz giderdim biz için ver armağan. Kürşünün sonlar girdisi kıyalı kıyalı, Çağında ennidi bennidi ol kızın koralı. Karadağ'ın terlegenere balsın, sodan dolar andıklar karnım, Kevser'in baş olundan can kırılan, o botanla şirkirliğin kamçu.
Körçümlü soğundan yarangan olmaz bilgi dalandı. Жаландар gider biz üşütler armağan. Körçümlü soğunlar girmişki dünyada. Жаландар dedi ben dedim. Oldu sen muradın. Oldu sen muradın. Бәрекелді Қайырбек аға, керемет. Автордың өз орындауында тамашалаған бір керемет. Сіздің орындаған әніңіз күршім сазы деп аталады, иә? Иә. Күршім сазы. Иә. Сізге мектеп ұжымы атынан шығармашылық табыстар тілейміз. Деніңіз сау болып, бізді әуезді әндеріңізбен қуанта беріңіз. Бүгінгі шығарылымда өзіңіздің өнеріңізбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Мен сізбен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыз демекпін. Рахмет, сау болыңыз. Ендеріңіз саулыққа амандық. Ұжымдарыңыздың үлкен биік шыңнан көтерген оқушыларыңыз үлкен қазақ елінің көк байрағын желбірететін үлкен азаматтар. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ал енді құрметті достар, осындай команданың ортада бүгінгі эфиріміздің аяқталған кезге келіп қалды. Сонымен осымен эфиріміз тамам. Келесі кездескенше ән аманат сіздер үшін. Сау болыңыздар.